жеңіс мерекесі жақындаған сайын әртүрлі шаралар белгіленіп, қарбалас көбейіп отырғаны шындық. 20 ғасырдың аласапыран оқиғасының бірі Ұлы Отан соғысы екендігіне тарих куә. Міне осы оқиғаның басты кейіпкерлері қолына қару ұстанып, жаумен соғысқан жауынгерлер екені тағы рас. Ортақ жаумен алысқандар ішінде қазақстандық батырлар да бар екені мақтаныш. Наурыз айының 10 күні қала орталығындағы даңқ обелискісінен патриоттық экспедиция Ресей еліне аттанған еді. Обелиск алаңындағы салтанатты митингке майдан ардагерлері, студент жастар, қала тұрғындары қатысып, экспедиция мүшелеріне сәт-сапар тіледі. Сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары Ырысты Жұмабекова, облыстың әскери комиссары Әнуарбек Оразалинов қала әкімдігінен ресми адамдар сөз сөйлеп ақ жол тіледі. Батырлар рухына туған жерден ыстық сәлем арқалап, біздер Псков жері қайдасын деп аттанып кеттік. Ғасырдан ғасырға өтіп, заманнан заманға ауыссақ та, адамзаттың санасынан өшпейтін ұлы оқиғалар болады. Ол оқиғалардың бірі Ұлы Отан соғысы. Осы Ұлы Отан соғысында қазақстандықтардың да қосқан үлесі ұшан теңіз. Біз талайлардың арманы болған Қызыл алаңда тұрмыз. Осы Ресей жеріне аяқ басуымыздың басты себебі біздің осы төңіректе Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәмбетова, Павел Дубовой сияқты қаһарман ұлдарымыз қанын төккен. Біздің қазақстандық делегацияның да мақсаты осы аяулы азаматтарға, қаһарман ұлдарымыз бен қыздарымызға тағзым ету, бас ию. Павлодар облысынан жасақталған қазақстандық батырлардың даңқты жолдарымен деп аталатын біздің патриоттық экспедиция талай-талай тарихи оқиғалардың, ұлы-ұлы жоспарлар мен мемлекеттік шаралардың куәсі болған Қызыл алаңға келгенде тарих ақиқатымен бетпе-бет жүздескендей әсерде болдық. Сыр бүгіп кәрі Кремль тұр. Заманның ағымына қарай өзгеріске түскен Ленин мавзолейі тұр мойындалап. 1418 күнге созылған аласапыран соғыста жай оғындай жарқылдаған ұлы қолбасшы Георгий Жуковтың ескерткіші тұр ел алдында есеп бергендей. Елім деп еңбек, отаным деп отқа түскен ерлердің рухына бағышталып, тарихта таңбаланған белгісіз жауынгер зиратындағы мәңгілік алауға гүл шоғын қойып бас июшілер жетерлік. Соғыс жарасы адамдар санасынан ешқашан өшпек емес. Бүгінгі ұрпақ соған сенімді. Біздің экспедиция соғыс зардабын көрген Псков облысына аттанып кетті. 1100 жылдық тарихы бар Псков қаласын діни соборлар мен шіркеулер, тарихи ескерткіштер ордасы деуге болады. Бастауын сонау 9 ғасырдан алатын Псков Кремлі тұр талай сырда сақтап. Әсіресе осындағы Әулие Тройск соборына келушілер көп. Псковтықтар өткен қиын кезеңдерді есте қалдыру үлгісін көрсетіп отыр. Атап айтсақ, соғыс зардабын еске түсірер ескерткіштер жетерлік. Жеңіске 60 жыл толғалы отырған мына бейбіт заманда да ресейліктердің тыныш ұйқысы бұрылып отыр. Олай дейтініміз, 2000 жылы Шешенстанда атақты Псковтық десанттар полкінің 6-шы ротасының 84 жас десантшылары шейіт болғанын біздер жақсы білеміз. Міне осы бір жұлыныңды жұлып алардай оқиғаға арнап, ресейліктер сол жауынгерлер аттанған орында керемет ескерткіш монумент орнатқан. Осы ерлікпен қаза болған жауынгерлер арасынан біздер 3 қазақ азаматын тауып, олардың рухына арнап гүлдестесін қойып, ресейліктердің азасын бөліскендей болдық. Өзіміз тарихи оқулығынан білетін мұзды соққы оқиғасы өткен орынды көріп таң қалдық. Ең кереметі, ұлы князь Александр Невскийге ұрпақтар орнатқан биіктігі аспанмен тілдескен монумент кімде-кімнің мысын басатындай. Одан әріректе Онега көлі жатыр қар астында моп-момақан. Өткен тарихын қастерлеген Псковтан біздер осы облыстың ең орталығында Сарати өзені бассейнінде орналасқан Новоржеп қаласына аттандық. 20 мыңға жуық қана халқы бар шағын қаланың тарихы тереңде жатыр. Әсіресе Ұлы Отан соғысында бұл қала теперішті көп көрген, оған төтеп бере білген. Осы қаланы азат етуде 2,5 мыңға жуық кеңес жауынгерлері апат болып, Новоржеп жерін мәңгілік мекен еткен. Соғыста қатты зардап көрген Новоржеп қаласы түп тамырымен жойылып қираған. 363 тұрғылықты мекен, 118 деревнядан бір кірпіште қалмағанын естігенде бас шайқамасқа болмады. Новоржептіктер отан үшін жанын қиған жауынгерлерді ешқашан естен шығармайтыны керемет ақ. Біздерді қала тұрғындары қонақ жайлықпен қарсы алды.
Дорогие гости, приветствую вас с Еленой Ладжевской, отведать нашего исконного русского хлеба и соли. Ладжевская земля с лихвой омыта кровью советских людей при освобождении и при оккупации. На территории Новошахтинского района действовало несколько партизанских бригад, которые, сопротивлялись, как могли, фашистским захватчикам. В числе, воинов, которые освобождали наш Новошахтинский район, был и ваш земляк Дубовой Павел, который, совершил и повторил подвиг 28 панфиловцев, которые совершили подвиг под Москвой. Такой же подвиг он со своими бойцами совершил у нас на Бородинской высоте. Осы бір Ресей жерін 1944 жылы наурыз айының алғашқы күндерінің бірінде неміс басқыншыларынан азат етудегі қырғын шайқаста біздің жерлесіміз ақтоғайлық азамат Павел Дубовой жас жанын пида еткен. Біздің сапарымызда осы бір датаға негізделе ұйымдастырылған еді. 19 жасар коммунист Павел Дубовой Бородино деревнясы маңындағы 192-де 7 метр биіктікте қаһармандық танытып, өліммен бетпе-бет кездескен. Аға лейтенант Павел Дубовой басқарған гарнизондағы 28 жауынгер осы биіктікте жер жастанған, аттарына өшпесіз қалдырған, отан үшін жан қиған. Ерлік даңқы өшпейді. Міне, мынау Бородино биіктігінде 1944 жылы қазақстандық Павел Дубовой өзінің қазақстандық жерлестері 28 панфиловшылардың ерлігін қайталай отырып мерт болған. Қазақстандықтар өздерінің қаһарман ұлының осы бір ерлігін ешқашан ұмытпайды. Осы биіктіктегі аңызға айналған ерлік елесінде осындағы жанқиярлық арпалыста 560 неміс әскерилері опат болған. 7 зеңбірек, 6 миномет, 2 бақылау тірегі, 2 блиндаж, тағы басқа да маңызды қару-жарақ жойылған. Осы ерлік жайлы 1968 жылы Правда газетінде мақала жарияланған. Ал павлодарлықтар осыдан кейін ғана жерлестері Павел Дубовойдың ерлігінен хабардар болған. Ақтоғайлықтар бірнеше рет әскери мұрағаттарға, оның ішінде Подольскі мұрағатына сұрау салған. Бірақ сіздердің іздеген жауынгерлеріңіз хабарсыз кеткен деген жауап алып отырған. Ерлік ізі ескерусіз қалмақ емес. Павел Дубовойдың Бородино биіктігіндегі табандылығы, қайсарлығы ресейліктердің есінде екен. Новоржевскіктер Павел Ефимовичті мадақ етіп, оның ерлігін мәңгі есте қалдыру үшін көптеген шаралар жасаған. Қалалық мұражайдан ерлікті баяндар орын берілген. Жер есімі елесінде демекші, қаладағы бір көшеге Павел Дубовойдың есімі берілген. Біздің келуімізге орай арнайы салтанатты митинг ұйымдастырудың өзі батырға құрмет екендігінде дау жоқ. Память, память, за собою позови в те далекие промчавшиеся дни. Ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть, посмотреть в глаза и глаз не отвести, уставать, шагать и снова уставать. Дай мне воли до конца тебя нести, дай мне силы ничего не забывать. Уважаемые новоржевцы и гости города, всех нас объединяет великое торжество – 60-летие победы советского народа над фашистской Германией. Праздник этот останется с нами навсегда, потому что нельзя вычеркнуть из памяти народной 1418 дней самой страшной в истории человечества войны. Не молоды ветераны Второй мировой, но пока жива наша память, победа останется молодой. Сегодня мы с вами находимся на этой высоте 192,4, как она звучала в сводках у деревни Бородино. Командование приняло решение выбить с этой высотки немцев, так как она господствовала над всей местностью и позволяла вести хороший обзор. Возглавил выполнение операции старший лейтенант Дубовой.
Бойцы ворвались в траншеи, перебили отчаянно сопротивлявшихся немцев и заняли круговую оборону. 7 страшных атак отбили 28 советских солдат. Последний герой Павел Дубовой подорвал гранаты себя и фашистов. Вечная им, героям русской земли, память. Находясь на этой знаменитой Бородинской высоте, я хочу повторить слова великого Джамбула: «Новоржевцы, гордость моя». Мы сегодня здесь, на Новоржевской земле. Дорога, которая вела нас через Москву, мы останавливались у Красной площади, у Кремлевской стены, у Вечного огня, поклонились миллионам погибших в годы войны. И сегодня здесь мы, на Бородинской высоте. Мы, конечно же, земляки Павла Ефимовича Дубового, дети казахов, приехавшие из берегов седого Иртыша, горды тем, что эту высоту, как псковчане говорят, знаменитая Бородинская высота, знаменитой сделали в марте 44-го 28 советских воинов во главе с нашим земляком Павлом Ефимовичем Дубовым. Мы приехали, чтобы поклониться подвигу нашего земляка, поклониться подвигу 28 героев, которые повторили на этой высоте в марте 44-го подвиг героев-панфиловцев у деревни Дубосеково. Соғыстың зардабын көрген елді мекеннің қай жерін бассаңыз да туыстастар зираты. Осы бір белгілердің бәрі де майдан оқиғасының мәңгілік екенінің куәсіндей. Ал біздің Павел Дубовой жерленген туыстастар зиратында 1600 кеңес жауынгерлері жатыр. Бородино биіктігінде қаза болған 28 жауынгердің ішінен Мәткәрім Көбегенов есімді қазақ азаматын тауып алдық. Біздер жерлестеріміздің рухына тағзым ету үшін зират басына келгендегі толқуымызда шет болмады. Жалындаған жастығын ел үшін, халық үшін ниет еткен Павел Дубовойдың зиратына барғанда, оның есімі жазылған құлпытастың жоқ екенін көргенде, қайсар батыр рух алдында жерге қарадық, жүрегіміз ауырды. Бірақ азаматы бар елдің ертеңі айқын емес пе? Жұмабек Қамзин дәл сол жерде табан астынан ескерткіш құлпытас үшін қаржымен ескерткіштің үлгісін сызып қалдырып кетуі қазақ елінде мәрт азаматтар бар екенін танытты. Весна, послевоенный входит в дом. Прирядились ивы зеленью над гордым Иртышом. А ты с войны все не идешь. Теперь на Псковщине твой дом. И от родной земли казахской я тебе привез поклон. Здравствуй, Павел. Этот май уже который раз мы без тебя встречаем. Здравствуй, Павел. Ты прими от земляков привет. Они тебя не забывают. А знаешь, как у нас сейчас зацвел подснежник голубой? Ах, если был бы ты живой, ты б не узнал, аул родной. Тебе с родины привез и рассыпаю над тобой родной земли всего лишь горсть. Подарок самый дорогой. Ничто не вечно на земле. Проходят годы, словно сны. Но только в памяти моей ты тот мальчишка из войны. И эта псковская земля тебя не сможет позабыть. Герои гибнут лишь на миг и продолжают вечно жить.
Өзге елді, өзге жерді мәңгі жастанған жерлесімізге туған елінен апарған бір уыс топырақты жеткіздік. Кезінде еленбей қалған ақтоғайлық жерлесіміз Павел Дубовойдың рухына бас иіп тағзым еттік. Псков облысының Новосокольники қаласының тарихына тоқталар болсақ, 1925 жылы қала тағын алса, 1925 жылы аудан орталық болып бекітілген. Соғыстың кермек дәмін татқан қаланың бірі осы Новосокольники. 1941 жылдың шілдесінен 1944 жылдың қаңтарына дейін неміс басқыншылығында отырған жауынгер қала десе болғандай. Дерекке сүйенер болсақ, соғыс өртінде 170 деревня жанып кеткен және қайта қалпына келтірілмеген. Фашистерден азат етілгеннен кейін қала орнында төмпешіктер ғана қалған. Осы бір аймақты қорғауда қайсарлық танытып, ерлікпен қаза болған қазақстандық бауырымыз Әлия Молдағұлованың зиратына бет алдық. 20 ғасырдың ауыр қасіретінің бірі Ұлы Отан соғысы болса, ол тарих қойнауына тереңдеп бара жатыр. Бірақ бұл соғыстың ізі, зардабы әлі халықтың есінен кеткен жоқ. Осы бір Ресей жерін қорғауда, осы бір Ресейдің керемет әдемі орманын қорғауда біздің даңқты қызымыз, қаһарман қызымыз Әлия Молдағұлова мерт болған жерде тұрмыз. Тегін келген жоқпыз. Әлияның басына, өзіміздің даңқты қаһарман қызымыздың басына өзінің рухына арналып шығарған Әлия деген әнді алып келіп отырмыз. Орыстар орманымен мақтанар осы бір Монакова жерінде қаһарман қыз Әлия Молдағұлова жатқан туыстастар зиратында 2000 жауынгер жерленген. Осы туыстастар зиратына қойылған ескерткіш белгінің үстіне бейбітшіліктің белгісі, соққыдан ұя салғаны көп нәрсені аңғартады. Біздің батыр қызымыздың зиратының күтімін көргендігі байқалады. Тағы бір жаңалық, Әлия жатқан туыстастар зиратынан ақтоғайлық Тасыбай Сәлменов деген бауырымызды таптық. Шығыстың қосшылары атанған батыр қызымыздың біреуі Әлия Молдағұлованы мақтан тұтар ресейліктер, оның ішінде Новосокольники тұрғындары біздің келуімізге орай мәдениет үйінде кездесу ұйымдастырған. Огромный детонированный бункер, блиндаж, за который сражалась Алия Молдағұлова. Чтобы победить надо было немцев, взять деревню Казачиха, и вот она и погибла под нашей деревней прямо за моим огородом. Она и похоронена была первый раз там, потом ее прах перенесли в Монаково. А этот блиндаж и до сих пор еще есть. Я всегда, летом сейчас, конечно, снежно, а летом всегда туда схожу. Алия Молдағұлова, уважаемый у нас человек. Я 41 год работала вот в Насминской школе, и мы всегда с уважением, с большим уважением относились к ее подвигу, к ней самой. Біздің Әлия деп мақтанатын ресейліктер қайсар қыздың ерлігіне бас иеді, құрметтейді. Оның ерлігін, азаматтығын еске түсірер қалалық өлкетану мұражайында арнайы бөлім бар. Мұндағы құнды материалдар жыл санап көбейтіліп отырылатыны жақсы екен. Осы мұражайға елден әкелген Әлия туралы көркем фильмді тарту еттік. Біз осы қаладан қандасымызды кездестірдік. Бұйда тұрғаныма 16 жыл болды. Бір келгеннен бастап советтік уақытында Әлия Молдағұлова апамыздың атынан маған абырой болып, елдің бәрі жақтап, адамдардың бәрі сөйленіп, қазақтың баласы екенсің. Осы жерде қазақтар көп болған. Әлия Молдағұлованың осы жерде қайтыс болған жері, осы Новосокольники районынан 30 километр, деревня Казачиха, сол жерде сол апамыздың памятнигі бар. Соған барып тұрам, бала шағамда барып тұрам. Ана ветерандар жинаған кезде мені шақырады, представитель Қазақстан деп. Мен сол жерде Қазақстанды қылып, Құран оқимын өзімше білгенім орағында, Бісмілда деп. Адамдардың бәрі, оқушылар, мектептегі мұғалімдардың бәрі сыйлайды. Атағы, абыройы апамыздың өте үлкен, ел өте ырза, орыс халқы оны жақсы көреді. Осы Новосокольниктің ауданында мектеп бар, Әлияның атында мектеп бар.
үлкен мереп, әлия қазақтың қызы деп, орыстардың бәрі әр праздниктерде айтып, телевизордан сыйлап, газеттерде айтып тұрады. Сол кісінің абыройының арқасында апамыздың бұл жерде Әлия Молдағұлова, Невель районында 70 километр, бұл жерде Мәншүк Мәмбетова апамыз бар. Сол екеуін айтып, мен Псков облысында өте абыройлы болып күтіп, мақтанып жүрмін. Әлия батыр қызы сен халқымның деп таңдай қаққан біздің патриоттық экспедициямыз Мәншүк Мәметова ерлік көрсеткен байырғы қала Невельге бет алдық. Жол қадірін жүрген білер деген емес пе? Біздер қазақстандық батырлардың жанқиярлықпен соғысқан жерлерінде батырлар рухынан күш алғандай шаршауды мүлде ұмыттық. Наурыз айының әр күнін әр қалада қарсы алып, ерлікке мінәжат ете бердік. Невель қаласында біздерді жылы қарсы алды. Ардагерлермен кездесу болды. Кездесуде екі елдің ынтымағы мен сыйластығының куәсі болдық. Орамал тон болмайды, жол болады деген емес пе? Қазақстаннан апарған сый-сияпатқа риза болған невелдіктер біздерге кітап, альбом беріп, көрегендік танытып жатты. Шығыс шынары Мәншүк Мәметованың зиратына арнайы елдің дәмін жеткізген едік. Анасынан соңғы хатының бірінде Алматының исан қылған апорт алмасын майданға посылка арқылы жіберуінен өтінген Мәншүктің өтінішін орындағандаймыз. От имени наших ветеранов и всех казахстанцев, которые помнят и чтят наших погибших здесь, на Псковщине, передают вам низкий поклон и привет. Вы помните, как перед войной последний бой Маншук мама прислала с Уральска алматинские яблоки. По кинофильму Маншук мы это помним, когда она раздала этот ящик своим однополчанам, одно яблоко оставила себе. И в этот раз, когда мы собирались, рабочие алюминиевого завода города Павлодара для вас, ветеранов, передала снова эту посылку с яблоками, просила пару яблок положить на могилу Маншук, поклониться ей, а остальные яблоки раздать ее вчерашним однополчанам, сегодняшним славным нашим ветеранам. Мәншүк Мәметова жерленген зират басында бас қосқан ардагерлерге шын ниетпен арнайы апарған алма таратылды. Невель қаласындағы орталық көшенің бірі Мәншүк Мәметова атында екен. Көшедегі қала тұрғындарымен жүздескен біздер 1978 жылы қала тұрғындарына қазақстандықтар тарту еткен батыр қыздың ескерткішіне тағзым еттік. Тас мүсінінен айналасына жігер мен қайсарлық таратып тұрған қаһарман қыз бейнесіне бас идік. Мәншүгімізбен мақтандық. Тұлымшақ желбіреген қазақ қыз үшін, Қазақстанымыз үшін мақтандық. Оның ерлігімен марқайдық. Батыр қасқағым сәтте қаза болып, оның ерлігінің мәңгі өмір сүретініне көз жеткіздік. 1418 күнге созылған Ұлы Отан соғысында қанды оқиға әлі халықтың есінен кете қойған жоқ. 1941 жылы неміс басқыншылары осы Ресейдің осы маңайындағы елді мекендерді басып алған болатын. Новосокольники, Невель қалаларының маңында біздің совет жауынгерлерінің қатарында қазақ халқының да қаһарман қыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова жанқиярлықпен соғысқан болатын. Міне осы Невель аймағында біздің қаһарман қызымыз Мәншүк Мәметова ерлікпен қаза тапқан болатын. Қазақтың батыр қызының ерлігі ұмытылмайтынының бір куәсі қалалық тарихи мұражайда арнайы бөлім бар екен. Біздер туған елден әкелген Мәншүк туралы ән көрген фильмді осы мұражайға табыс еттік. Два героя Советского Союза, женщины казахские, и они первые получили. Но все-таки первой стала героем Советского Союза посмертно Маншук Маметова, которая погибла у нас здесь на высоте Зазерна, между озерами Каратай и Большой Иван, на высоте 173,7, 15 октября 1943 года. И только 1 марта 1944 года ей было присвоено звание указом Президента Верховного Совета Героя Советского Союза. Сізді 30 көлдің ортасына орналасқан Невель қаласынан Великий Луги қаласына аттандық. Тарихынан өлсек, 840 жыл толып отырған байырғы қалада 1941 жылдың шілдесінен бастап неміс басқыншыларымен қиян-кескі шайқас болған. Оның бір дәлелі қаланы фашистерден азат еткенде небәрі бір-ақ үй қалған. Басқалары қирап жермен-жексен болған. Атақты әскери қолбасшы Рокоссовскийдің туған жерінде неміс басқыншылары ойран салған. Бірақ табандылық көрсеткен жергілікті халық
осы қиындыққа да төтеп берген. Ұлы Отан соғысы тарихында есімі алтын әріппен жазылған Александр Матросовтың ерлігіне оқулықтан куә біздер даңқты батырдың зиратына барып, ескерткішіне гүл қойып, рухына бас игіп. Өз-өзіңді жаттай сыйла, жат бойынан түңілсін дегендей, өзге елде соғысып, қаһармандық көрсетіп, осы жерді мәңгілік мекен еткен қаһарман ұл қыздарымыздың аманатын елге арқалап кеткендей болдық. Москвадан басталған сапарымызды Москвадан аяқтауды жөн көрдік. Оның да басты себебі бар. Батыр қазақстандықтардың даңқты жолдары мен патриоттық экспедициямыздың мүшелері жерлесіміз жерленген өңірде болғанда көп мәселені көңілге түйген едік. Осы жат жерде жерленген батырлардың басында болған сәтте елге барар шешілер мәселелерді үндеу ретінде Москвада Қазақстан Республикасы елшілігіне ала барған едік. Ондағы мақсатымыз осы үндеуді Ресей қорғаныс министрлігіне жеткізу болатын. Ол мәселенің ең бастысы жерлесіміз Павел Дубовойдың ерлігіне дұрыс баға берілсе, және Новосокольники қаласы үшін жанын қиып ерлік көрсеткен Әлия Молдағұловаға аталмыш қаладан бір көше берілсе деген ой пікір. Енді өзіңіз біздің осы сапарымызға баға берсеңіз. Өздеріңізбен сұхбаттасқаннан кейін мына бүкіл жолдарыңыздағы болған оқиғалар, істеген істеріңізге менің көңілім толып отыр. Себебі бұл өзі ең бастысы бұл формальды тұрғыдан жасалмаған дүние. Өздеріңіздің жүректеріңіз, өздеріңіздің ынтамен жасап жаңағыдай қаншама халықпен кездескен көрінесіздер. Маған беріп көрсеткен хаттарыңыз арқылы байқап отырмын. Жергілікті халық, біздің батырларымыздың, жерлес батырларымыздың бірге соғысқа қатысқан азаматтардың пікірлерін мен танысып отырмын. Сондықтан осы тұрғыдан келгенде жалпы экспедицияның жұмысын өте жақсы деп бағалауға болар еді. Бірақ екінші жағынан сіздер тек қана мына 60 жылдыққа арнап осы экспедицияны өткізіп қоюмен қатар үлкен мәселелердің басын ашып кетіп отырсыздар. Оның ішінде мына жаңағы барған аралаған жерлеріңізден түсіріп алған суреттерді танысып отырмын. Әрине Қазақстан тарапынан да жергілікті мекемелермен хабарласып, оған біз жәрдем беріп, жаңағы памятниктердің өздерінде жөндеудің сол іс-шарасын іске араласуымыз керек деп ойлаймын. Жалпы ұлттың тарихы, жалпы мына екі мемлекеттің қарым-қатынасының дәстүрі бір жағынан жандандырасыздар, екінші жағынан сол байи береді. Сондықтан мына тағы да қорыта айтатыным сіздерге көп рахмет. Мына облыс әкіміне көп рахмет. Осындай сіздердің жаңағы жоспарларыңызды қолдап, осындай көмек беріп отырғанына. Жартайға созылған экспедиция сапарын аяқтады. Өлі риза болмай, тірі байымайды демекші, ел үшін, жер үшін шайқаста өмірлерін сарп еткен қазақ халқының батыр ұл қыздарының аруақтарына арнап Құран оқып, нәжат еткеніміз үшін ар алдында, ел алдында жүзіміз ашық екендігін түйсіндік. Және ерлік даңқы өшпесіне көзіміз жетті.